Ілияс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. Поэмада тәттәндер мен халықтың сүйіспеншілігіне бөлінген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі шебер суреттеледі. Поэма кейіпкерлері Ақан, Батыраш, Күреңбай сыншы және жетім бала. Ақан өмірінің қайғылы парақтарын кеңінен ашып, автор сол замандағы адамдар арасындағы көре алмаушылық, мақтаншақтық сынды жағымсыз қасиеттерді бүкпесіз көрсетеді. Толғану атты алғашқы тарауда ақынның осы мәселелерге деген жеке көзқарасы, елі, жері, ескі салт дәстүрі туралы ойларын айта келіп, асылын арамынан аршып алдым дейді. Бірінші тараудан соң туған жер табиғаты мен ақан бейнесі суреттеледі. Негізгі оқиға желісі Сағынайға берілген астан басталады. Ақын Сағынайдың асын өткізілуін аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптейді. Осы аста бәйге жариялап, жер-жерден мың 300 сәйгүлік келеді. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіреді. Алғашқыда бітіміне көңілдер толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын Күреңбай алдынан ұмтылғанда, аң құтылмас артынан жөнелгенде жетпес жылқы деп тап басып айтады. Сол заманның зұлым күшінің нақтылы өкілі ретінде поэмада көрінетін кейіпкер Батыраш. Сұлу әйел, жүйрік ат, менде ғана болады дейтін Батыраш, ақан серімен майданға шықпай, жарасынан бұқпантайлап келіп, өз арам ниетін іске асырады. Ашық әрекетке баспайтыны, ол ақан серіні жақтайтын дүйім елден қаймығады, жасқанады. Бас бәйге Батыраштікі, ол бәйгені шаппай алады дегенде естіген ақан ашуланып, осы жолы көк шолақты бөктеремін деп салады. Бұны естіген Батыраш ақан отауына тепсініп жетеді. Ақан құлагерім көк тұйығында басы бозбаса, атым сенікі дейді. Содан бәйге басталады. Ақан құлагерге талай жеңіс әкелген, жетім баланы отырғызып қамшы салмай, жел жақта шаң қаптырмай отыр деп кеңесін беріп атының тілеуін тілеп қала береді. Бәйге соңында 4 ат озып, көк өзекке түсе бастайды. Сол өзектен құлагер шықпайды. Құлагерге жұмсалған айбалта ақанның өзіне тиген, ол енді тірі өлікке айналады. Құлагерінің басында аттың азалы әнін шығарады. Кекшіл Батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналады. Зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақын басы ауған жаққа кетіп қалады. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Оның түсінігінде ондай тұлпар енді келмесі анық. Сол тұлпармен жүрек түкпіріне ұялаған әсемдік, көркемдік бәрі жоғалған. Оның бұрынғыдай ән айтуы да ел арасында жайраңдап жүруі де екіталай. Ақан өмірі өнер адамының, жалпы адамның рухани тазалығының үлгісі.